Сорпаның емдік қасиеті. Қазақ халқы ет жеп болып, сорпасын ішпей ас қайырмайтын болған. Қай заманда да асты жоғары бағалаған. Қазақ халқының сорпаның емдік қасиеттері жайлы білімі бұрыннан болған. Әсіресе босанған әйелдің күш қуатын қалпына келтіріп, ана сүтін молайтуға көмектеседі деп келінге сойылған қойдың сорпасын беріп отырған. Дегенмен де көбі сорпаны диеталық тағам деп санайды. Жалпы сұйық тағамның адам ағзасына пайдалы екенін және оны ағза үшін қорытылуы жеңіл екені жиі айтылып жатады. Бірақ оның емдік қасиеттері де мол екенін айта кету қажет. Сорпаның басты емдік қасиеті оның ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етуінде. Бірінші кезекте сиыр, қой етінен жасалған сорпаның құрамында тоқталатын болсақ, оның ағза үшін пайдасы өте зор. Сиыр етіндегі элементтер мен дәрумендер ас қорыту жүйесіндегі қызметті жақсартады. Мысалы, ол темір жетіспеушілігі анемиясымен күресуге көмектеседі. Бұл дегеніміз сиыр немесе қой еті сорпасының тәбетінің төмендеуіне, әлсізденіп, тез шаршап қалуға жол бермейтінін білдіреді. Сондай-ақ ол сорпаның жаңа босанған әйелдер мен ота жасалған адамдарға күш қуатын қалпына келтіруде көмегі зор екені айтылады. Бұдан бөлек, сиыр немесе қой етінен жасалған сорпаның кішкентай баланың ағзасына ауыр болмайтынын, керісінше денсаулығына жақсы әсер ететінін алға тартамын. Құрамы жеңіл сорпалар тамақтан уланған жағдайларда немесе тамақты тым көп жеп қойған жағдайларда жақсы көмектеседі. Әсіресе сиыр етінен жасалған сорпаның құрамындағы метионин, амин қышқылы ағзадағы зиянды өнімдердің шығуын реттейді. Осындай таза қолдың сорпасы 20-40 минутта қорытылып жетеді. Салыстырып қарайтын болсақ, жеміс-жидек шырынының бір стаканы 30 минутта, ал алма шырыны 40 минутта ғана қорытылады екен. Тауық сорпасының емдік қасиетіне тоқталатын болсақ, ыстық күйдегі тауық сорпасы ас қорыту жолының, асқазан және ас ішектің жұмысын жақсартады. Тауық сорпасының гастритпен ауыратындарға көмегі зор. Ол асқазандағы артық қышқылды шығарады. Сондай-ақ сүйектерінің бітіп кетуін тездетеді екен. Яғни сорпадағы элементтер сүйек, шеміршек және дәнекер тіндерге және көкбауырының қызметін әлде қайда жақсартады. Бүгінгі айтарым осы. Сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.